Табысты болудың 10 құпиясы. Кітап оқуды жаныңызға серік етіңіз. Кітап оқу арқылы сіз жаңа әлемнің есігін ашып, ойлау қабілетіңіз артады. Ең маңыздысы оқыған ақпаратты өмірде кәдеге жарату. Жаңалықтар легінен хабардар болыңыз. Жетістікке жеткен табысты адамның образынан өзіңізді көргіңіз келсе, әлем жаңалықтарынан, сонымен қатар сіздің қызығушылығыңызға байланысты қандай жаңалықтар болып жатқан туралы хабардар болып отырыңыз. Білім бұл баға жетпес байлық. Жаңа орта, жаңа таныс табудан ешқашан бас тартпаңыз. Бұл жерден сіз өміріңізді жақсы жағына өзгертетін себептердің пайда болуына мүмкіндік табасыз. Бәсекелестерді қадағалап отырыңыз. Егер олар жаңа өнім шығарса, бұл өнім туралы сіз бірінші хабардар болуыңыз керек. Өзгерісте болыңыз. Өзгерісті жасаудан қорықпаңыз. Үнемі өзгерісте болып, жаңашылдыққа ұмтылудан жалықпаңыз. Жаңа технологиялар туралы біліңіз. Заманауи технологиялар кез келген сұрақтың жауабын шешуге көмектесіп, кез келген тығырықтан шығуға көмектеседі. Жаныңа жақын іспен айналыс. Тек қана қауырт жұмыспен шектелмей, жаныңа жақын іспен айналыс. Бұл рухани тән саулығының кепілі. Әрдайым шабыт алыңыз. Барған, көрген, саяхаттаған, тіпті қарапайым сауда орталықтарында қарапайым заттардан мотивация алуға тырысыңыз. Сарапшы ретінде кеңес бере отырыңыз. Сарапшы ретінде, кеңесші ретінде сізден кейінгілерге білгеніңізбен бөлісу, сіздің біліміңізді арттырып, кәсіп саласында жоғары статус қалыптастыруыңызға себеп болады. Қоғамға пайдаңыз тисін. Тек жеке пайдасын ойлаған адамның жетістікке жете бермейтіні түсінікті. Сол себепті жақсылық пен мейірімділіктің артынан міндетті түрде шуақты күндер күтіп тұрғанын есіңізден шығармағайсыз. Құрметті көрермендер, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.